Сәлем достар, бүгінгі видеода жүгері қайнататын боламыз. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Мен дүкеннен дайын сыртқы қабығы ашылған жүгері собықтарын сатып алдым. Салқын суға жуып, кептіріп, дайындап алып, артық бөліктерін пышақтың көмегімен алып тастадым. Осы жүгерелерді ұзын бөліктерін екі бөлікке бөліп, кастрюльге орналастырдым. Және газға қайнап тұрған ыстық суымызды жүгерінің үстіне құятын боламыз. Жүгері собықтары суға батып тұруы қажет. Осы сәтте тұз салып пісірудің қажеті жоқ. Тұздың орнына шекер салып қайнатып алатын боламыз. Бұл жүгерінің дәмі ерекше жұмсақ болып пісуі үшін қажет. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Жүгеріні 15 минуттың жобасында қайнататын боламыз. Арғы бері аударып, жүгерінің барлық бөліктері пісіп жетілгенше қайнатып аламыз. 15 минуттай уақыт өтті. Жүгерілерімізді ыстық судан шығарып аламыз. Және суытып, тұз себеміз, дастарханға ұсынамыз. Дәл осы жүгеріні ыстық тағамдарға қосып ұсынуға да болады. Достар, ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді жүгері болып шықты. Сіздермен болған Қарлығаш.